Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай дәмі деген ерекше шоколадный банановый пирог дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен 215 грамм сливочный майымызға 70 грамм Қазақстан шоколадымызды қосып, микроволновкада ерітіп алдым. 4 жұмыртқаға 180 грамм қантымызды қосып, миксерлеп аламыз. Екі штук бананға майымыз бен шоколадымызды құйып, блендермен езіп аламыз. Осылай қантымыз бен жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Мына жерде 175 грамм ұн, 30 грамм какао және 1 шай қасық қара түлкетел. Осыларымызды қосып, жақсылап араластырып, бисквит дайындаймыз. Міне біздің бисквитіміз дайын. Енді диаметрі 24 сантиметрдегі формаға осылай құйып, бір келге етіп жағып шығамыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Енді бетіне жағатын шоколадныйымызды дайындаймыз. Ол үшін 70 грамм сливки және бір Қазақстан шоколадын қосамыз. Бұны да микроволновкада жарты минут, 1 минуттай ерітіп аламыз. Міне біздің шоколадымыз дайын. Біздің пирогымыз пісті. Енді бетіне шоколадымызды салып, әдемі жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай.